Саламатсыздар ма балалар, қалайсыздар? Сіздермен бүгін әдебиеттік оқу 2 сынып 95 сабақ. Сабақтың тақырыбы Қазақстан көрікті мекенім. Балалар, бүгін барлық тапсырмаларды орындаймыз. Лайк басып, подписка кнопкасын басып, мұқият қарап отырыңыздар. Ендеше бүгінгі сабақта өлеңді түсініп оқисың, тағы қай жерлерде саяхат жасайтыныңды болжап айтасың. Ал бірінші тапсырма суреттегі Қазақстанның көрікті жерлері туралы әңгімеле делінген. Бурабай қазақ даласының ортасында орналасқан тамаша жер, сиқырлы оазис. Бурабай өзінің мінсіз табиғатымен, таза ауасы, мөлдір көлдерімен, жұмбақ тау шыңдары және мәңгі жасыл қылқан жапырақтары, ормандарымен кез келген адамды баурап алады. Бұл жерде көпшілігі Көкшетау тауына байланыстырып, Көкшетаудың інжу маржаны деп атайды. Бурабайда болған және оның тарихына аз да болсын қызығушылық танытқан кез келген адам көптеген аңыздардың осы жермен оның өміріне байланысты екенін жақсы біледі. Сұлулығы көз тартарлық көлдер, таңғаларлықтай әдемі таулар, ерекше пішінді тау жыныстары мен қарағай ормандары, емдік қасиеттері бар ауа. Бұл көптеген ұрпақтың ауыздан ауызға беріліп келген аңыздарында көрініс табады. Балалар, бүгін барлық тапсырмаларды орындаймыз. Менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Каналымда қазақ тілі және де қазақ әдебиеті, ана тілі, математика сабақтарының барлық жауаптарын салып қойған болатынмын. Мұқият сабақты соңына дейін қарап отырыңыздар балалар. Ал балалар, келесі екінші тапсырма өлеңді түсініп оқы. Жасыбайдың үңгірі. Балалар-ау балалар, баян тауға барайық. Басып кеткен баяғы батыр ізін қарайық. Жақта отасы мінекей Жасыбайдың үңгірі. Жолын кесіп жауының жатқан екен бір күні. Елім қамын етсін деп жауды жалғыз бөбепті. Жыламай ер жетсін деп бесіктегі бөбекті. Жауды мұқап жасытқан жартастай боп Жасыбай. Жауға тиген жасындай Жасыбайдың батыр-ай. Ал келесі үшінші тапсырма Жасыбай үңгірі қай жақта? Өлеңге сүйеніп сурет бойынша әңгімелеп айт. Жасыбай үңгірі Баян тауында орналасқан. Төртінші тапсырма суреттерге қарап балалардың әрі қарай саяхаттарын жалғастыру картасын жаса. Санаға симастай сұлулықты, не болмаса ақылмен өлшенбейтіндей ғажайыпты тамашалап, көңіліңізше тоқып, сол арқылы таңдай қағып, бас шайқап өмірден ләззат алғың келсе, жер көкті шарлап, немесе шетел асудың қажеті жоқ. Бар болғаны Қазақстанымыздың оңтүстігіндегі Алматы қаласынан 280 шақырым жерде орналасқан Қайынды көліне саяхатқа барыңыз. Ал келесі соңғы бесінші тапсырма өзің Қазақстанның тағы қандай көрікті жерлерін білесің. Әңгімеле. Қазақстанның көркем жерлері өзінің әсемдігімен әлемге әйгілі жерлерден кем түспейді. Оның солтүстік бөлігінде Қазақстанның ең әдемі жерлерінің бірі Бурабай орналасқан. Атаудың өзі бұл жерлерде қылқан жапырақты орман өсетінін айтады. Бірақ қылқан жапырақты орманның пайдалуы, ауасы Қазақстанның осы әдемі жерлеріне көптеген туристерді тарататын жалғыз нәрсе емес. Қылқан жапырақты орманмен қоршаған татулардағы көркем көлдер Қазақстанның нағыз байлығы болып табылады. Жергілікті тұрғындар Бурабайды жергілікті Швейцария деп атайды. Табиғат осы өлкенің соншалықты желтоқсанда еске ал мені нұрлы болады деп сағаттап қыдыруға, орман және сезінуге шаршау. Орманда серуендеуге қызықты болуы мүмкін, өйткені саңырауқұлақтар мен жидектер көп. Жергілікті санаторийлер мен демалыс үйлері, емдік бұлақтарымен және емдік балшықтарымен танымал. Ал балалар, осымен сабақ аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар балалар.